Құдайдан қорық, пендеден ұял. Балаң бала болсын десең, оқыт, мал аяма. Ұлдың күні күн емес, атадан мал қалмаса. Ата малы пұл емес, баста ақыл болмаса. Басшысыз үйде бала азар, тәртіп жоқ жерде жан азар. Хан мисында бәрі азар, ірілік кетіп жігіттен, күн кешер бекер үмітпен. Дәулетті ұл ошақтың қоры, дәулетсіз ұл атаның соры. Баланы жиі масқара етсе, ол өзін кінәлі сезінуді үйренеді. Бала жүрегі кішкентай күй сандық, сол сандықтың кілтін тапсаң ғана ашылады. Мұғалімнің қолында әр кезде сол кілт тұруы керек. Бала кезден рухани өсуді бірінші орынға қойдым. Мен үшін адам өмірінің бар мәні өз қабілетін адал және таза жолмен жетілдіру. Баланы бұзуға, түзеуге себеп болатын бір шарт жас күнде көрген өнеге. Бақыт әр адамның қызыққан ісінде. Мұғалімнің бақыты студенттің алдында, ананың бақыты баланың алдында, диханның бақыты тамшылаған терінде. Демек, әр адамның бақыты әртүрлі. Сол сияқты әр ұлттың да бақыты әртүрлі болады. Біз өз-өзімізге адал болсақ, көпшілігіміз бала кезімізден бергі арман мақсаттарымызды әлі күнге дейін іске асыра алмай қиялдап жүрміз. Бірақ өз құрбандығымызды басқа жұмыстарым, шаруаларым бар деу арқылы ақтап аламыз. Біз өзімізді толығымен ақтап шығару үшін бос сылтауларды ойлап табамыз. Біз бала кезден жан құмармен бәрін білгіміз келді және 5 сезім мүшесі арқылы қоршаған ортадағы ақпараттың құлы болдық. Бала кезде сенім мен түсініктің шын немесе жалған екендігі бізге маңызды болған емес. Өйткені біз оған сендік, орта талабы сондай болды және олар өсе келе бізді шындыққа айналдырды. Өсер елдің баласы әкеден де асып түсер. Ана үшін аянба, ант тұрады. Бала үшін аянба, бетің күйеді. Ел үшін аянба, жігіттілігіне сын. Бала тәрбиелеу, шындап келгенде, өз-өзіңді тәрбиелеу. Бала әдетті жасынан тамыздықтап жинайды. Баланы бұзуға, түзеуге себеп болатын бір шарт жас күнде көрген өнеге. Балаға күштеп білім беруден гөрі баланың білімге деген құштарлығын ояту ең маңызды мақсат. Ата даңқын шығарып, өзінің тегін қуған балаға ешкім жетпейді. Ат жемейтін ащы шөптің шыққанынан шықпағаны игі. Адам ішпес ащы судың аққанынан ақпағаны игі. Атасының атын шығармаған жігерсіз, ұлдың туғанынан тумағаны игі. Балам деген жұрт болмаса, жұртым дейтін бала қайдан шықсын? Баланы ұлтша тәрбиелесең, ұл, құлтша тәрбиелесең, құл болмақшы. Әке шешенің өтірігі бала жүрегін суындыра береді. Бір кезде ол өтірікті бала да айтады. Балалар сіздің сөзіңізден, сіздің еркіңізді, сіздің мәдениетіңізді, сіздің жеке ерекшелігіңізді сезіне алатындай болуы керек. Бала нені білсе жастан, ұядан, өле өлгенше соны таныр қиядан.